ерік өзі шыны керек үйдің шаруасына қыр болған жоқ. Өзі солақай, негізі солақай болған. Қазір біздің еркекше солақай. Бірақ мұғалімдер қолын байлап қойып, оң қолмен жаздырған, соң қолын байлап қылсайды екен. Сол кезде қаталдық сондай. Бірақ шаруасының бәрін тамақты оң қолымен жейді, бірақ шаруаның бәрін сол қолмен істейді. Жазғанда бірақ оң қолмен жазды. Сол ауылда қолын байлап тұрып үйреткен. Содан бір шеге қағу білмейді. Бір шеге қағуды енді білмеді. Біз Каргалика деген жерден айттым Алматының. Бір бөлмелі үй, бер жағында бір ременкасы бар. Жаңбыр жауса Алматының жаңбыры көп, бүкіл су үйге кіреді. Содан Бекболат екеуі отырып түні бойы план құрады. Давай екеуміз айтыр, не жасайық? Өйтіп мынаған бірдеме жасайын. Соның әпкесі, Алтын деген әпкесі бар Алматыда. Бүкіл материалды әкеп берді. Мынау шифр, мынау қара қағаз баяғыда сол кезде рулонменен. Жасаңдаршы, еркексіңдер ғой, жасап ал өзіңді. Сол әкеп тұр, екеуі күнде план құрды. Давай ертең бастаймыз. Бір күні бастады, әлі күн демалыс күні екеуі. Елдер қара қағаз, оказывается, шифрдің үстіне салынады екен ғой. Ол екеуі бізді үйдің ішінен қақты ғой. Сондайды көріңдер. Мен ондайды білмеймін. Мен бірдемеді аузымды аша берсем, аузыңды жап, үйге бар, тамағыңды істе. Мен бірдеме енді ауылда өскенмін ғой, айтайын десем, бар. Екеуі тырқ күледі. Екі шеге қағатта күледі. Бекболатына қағазды бүктеп оған ана шеге қағат не жасайды ондай қатты. Сосын ана домалақ не сырғып кете береді. Мен көріп ғой ана ұстап, балалар кішкентай неудобно ұстап тұрған. Сонымен барады да жаңағыны бір күн жүрдім, екі күн жүрдім, әлі күні қақты қой ақыр сол жерге. Міне нормальный, күшті ма күшті, бірақ қап-қара төбеміз. Сосын ертеңінде жаңбыр келіп құйсын тағы да. Әлгі қара қағазымыз ортасынан бұлайынан болып бітті да, бір жерден жаңбыр сауылдап ағып. Мені рахат емес па, енді бір-ақ жерге қоясың. Көрінген жерге жүгірмейсің, бір-ақ жерден жинап аласың, рахат емес па осы. Солайынан қанша жыл тұрды ғой. Келген кісіге барып өздері план құрады, бүйтейін деп жатырмыз, сөйтейін деп жатырмыз. Ақырдым жасаған жоқ, соныменен Алматыдан кеттік. Енді үйдің шаруасына келсе ауылда бір жыл тұрғанда айтайын дегенмін, содан көмір қора сынып жатыр, енді еркек жоқ үйде белгілі ғой, қарындасы бар, мамасы бар. Бәр шаруаны өзі істеймін деп жаңағы ауылдың жігіттерін жинап алады. Енді олар жасайды, көмектеседі, ауылдың бір жақсы сондай ғой. Сосын бір күні мамасы қызына кетті, мен барып келіңіз, енді үйде келін бар, балаңыз бар, енді демалып келіңіз деп жаңағы ауылымды жібердіп. Мамам келген жаңа қораны жасап қояйын, мына заборды жасап қояйын деп. Ол да пысықсынып, киініп алып таңертең кетеді. Содан ана қораның енді шифрді өзі салсын, жаңағы көмір қораның шифрін. Сосын көрші ағасы бар, Болат деген, соны шақырып, Болат, мен өзім жасап қойдым, көр. Мен қолымнан де келеді екен. Алып келеді, анау кеп, кеп күледі, келеді де бір шелек су үстінен құя салса, бәрі ішке кіріп кетті. Сөйтті теріс салып қойған ғой, ненің бәрін, шифрді бәрін наоборот салған ол суағатын қылып. Содан шифрді, заборды қағат, о заборлар ілініп тұр, бәрілігі жай аты әйтеуір. Айтатын, сосын қаздар басады ауылда сол екен. Сол неде қаз шығарсын, бір-екі балапан. Мамам өзі бағып жүрген, бізге тапсырып кетті. Әлгі қаздың балапанның біреуі қиқайып қалды, сол мамам кеткені. Сосын еріп оны үрлеп отыр, мамам келгенше тірі отырса екен, мамам келгенше тірі болса екен, қаздың балапанын.